Пуний соғысына қатысқан мемлекеттер: Карфаген және Рим. 9-11 ғасырларда Польша жерінде билік еткен билеушілер: бірінші Мешко және бірінші Болеслав Храбрый. Вестфаль бітімінің Австрия үшін нәтижелері: Европалық жетекшілік рөлінен айырылды, корольдік кеңсе мен әскери кеңес құрылды, император жеке дара билік иесіне айналды. 1940 жылы 28 мамырда Германия жаулап алған ел: Бельгия мемлекеті. Тәуелсіздіктерін жариялаған Абхазия мен Оңтүстік Осетияны қолдаған елдер: Венесуэла, Никарагуа. Ежелгі Рим Республикасының мемлекеттік құрылысы: аристократиялық. 1453 жылы Византия империясының өмір сүруін тоқтатқан мемлекет: Осман түріктері. Біздің заманымыздан бұрынғы 3 ғасырда римдіктер пундар деп атаған карфагендіктерді. 1799 жылы 9 қарашада француз директориясын жойған қайраткер: Наполеон Бонапарт. 20 ғасырдың екінші жартысында ашылған ірі жаңалық: ДНК молекуласы. Шығыс Азиядағы кейбір елдердің шетелдік отаршыларға елді тонатпау үшін ұстанған жабық есік саясатының зардабы дүниежүзілік даму деңгейінен артта қалды. 1940 жылы 9 сәуірде Германия жаулап алған мемлекеттер: Дания, Норвегия. 1940 жылғы Моңғол Халық Республикалық партиясының 10-шы съезінде қабылданған жаңа бағдарлама бойынша белгіленген міндет: социализмнің негізін салу. Үндістан мен Пәкістан арасындағы 1949 жылдың 1 қаңтарына дейін созылған соғыстың себебіне айналған жер: Жамму. Франциядағы Париж коммунасының жүзеге асырған шарасы: шіркеу мемлекеттен бөлінді. 1428 жылы Киото қаласының маңында өткен жапондық шаруалар көтерілісінің негізгі талабы: қарыздарды жою. Біздің заманымыздан бұрынғы 8 ғасырда өмір сүрген Илиада, Одиссея поэмаларының авторы: Гомер. 1707 жылы ағылшын парламентімен арадағы унияны заңдастырған ел: Шотландия. 1939 жылы Германия өзіне қосқан мемлекет: Чехословакия. Куба дағдарысынан соң ақш өз зымырандарын алып кеткен мемлекет: Түркия.